Қарақалпақстан Республикасында аралас күрес түрлері, яғни MMA спорты Қарақалпақстан Республикасы Ішкі істер министрлігіне біріктірілді. Мақсат бұл спорт түрін республикамызда кеңінен жайдыру һәм спортшы жастарымызды әр тәріплеме қолдап қуатлау. Осы жылдың 4-10 декабрь күндері аралығында Ливан мемлекеті Бейрут қаласында аралас күрес түрлері MMA бойынша Азия чемпионаты болып өтті. Өткерілген чемпионатқа жерлесіміз Шахсанем Аманиязова 79-ді 4 кг салмақ категориясы бойынша қатынасып, сыйлы бірінші орынды иеледі һәм алтын медалды қолға кіргізді. Нөкіс халықаралық аэропортында жеңімпаз спортшымыз Қарақалпақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі, Қарақалпақстан Республикасы спорт министрлігі уәкілдері, сондай-ақ жақынлары тарапынан мұнасып күтіп алынды. Онда сөзге шыққандар спортшыны еріскен табысыменен құттықтады һәм бұл нәтижеге ерісуде бірінші нәубетте елімізде спортқа қаратылып отырған жоғары диққат етібар. Сондай-ақ спортшының тренері һәм өзінің тынымсыз минеті бар екенлігін атап өтті. Бұл Азия чемпионатына 19 мемлекеттен қатынасты. Һәм де менің қарсыласым паласиялық спортшы болды. Мен оны бірінші раундтың өзінде техникалық нокаутпен ұтуға мессер болдым. Менің бұл жетіскерліктерімде маған жақына жәрдем берген ұстазларыма, ата-анама, достарыма һәм де қолап қуатлап тұрған бәршеге өзімнің ризашылығымды білдіремін. Әлбетте мен бұл жетіскерліктеріме тоқтап қалмаймын. Бұл еле басылануы. Құдай қаласа Өзбекстанымыздың байрағын елде көктерге көтеріп жүруді алдыма мақсат еткенмін. Хақиқатында да елімізде жастар һәм аял қызларды спортқа кең түрде қамту бағдарындағы ұнамлы істер бүгінгі күнде өз нәтижесін көрсетіп жатыр.